Жоғарғы соттың қылмыстық істер жөніндегі сот алқасының төрағасы Назгүл Рахметуллина Самат Әбішке тағайындалған жаза қаншалықты заңды екені туралы пікір білдірді. Оның айтуынша қылмыстық кодекстің 63 бабында шартты соттау жазасы қолданылмайтын қылмыстар тізбесі бар. Бұл жемқорлық қылмыстар және тағы басқа бірнеше қылмыс түрі. Бақ өкілдерінің қызметтік өкілетін асыра пайдалануының арты елдегі осындай қирандығы алып келген әрекет үшін 8 жыл шартты түрде жаза кесу томпақтау емес пе деген сұрағына Назгүл Рахметуллина жазаның мұндай түрі елімізде айтарлықтай жиі қолданылатынын алға тартты. Шартты жаза кесу іс жүзінде жиі қолданылады, өйткені заңның арнайы бабы бар. Соттың ол жазаны қолданбауға құқы жоқ. Тағы қайталап айтамын, шартты жаза қолданылмайтын қылмыстардың тізбесі бар. Ол аса ауыр қылмыстар, 12 жылдан жоғары бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылатын қылмыстар, жемқорлық қылмыстар және тағы басқалар. Ондай тыйым болмаса, сот әр жағдайда мәніне қарай шешім қабылдайды, яғни адам бұрын сотталған ба, мінездемесі қандай, қылмысымен